Бұйыл Алталашқа әйгілі би Батыр Жолбарыс Жылқайдарұлының туған күніне 350 жыл. Осыған орай облыс аумағында түрлі мәдени іс-шаралар өткізу жоспарланып отыр. Жыл ішінде Батыр баба туралы кітаптың тұсауы кесіліп, қойылымның премьерасы өтеді. Танымдық кездесулер де бар. Бірі Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапханада болды. Кітапхана қабырғасында Жолбарыс би жайлы дерек көп. Ең көнесі 1969 жылы жарық көрген «Аңыздар сыры» кітабы. Кенен Әзірбаевтікі. Онда Жылқайдарұлы жайлы аңыздар топтасқан. Алдымен кездесуге қатысушыларға тың мәліметтер қойылған кітап көрмесі таныстырылды. Артынша шара белгілі журналист өлкетанушылардың келелі әңгімесімен жалғасты. Жиылғандар қазақтың түп тарихынан сыр шертіп, Жылқайдарұлы өмір сүрген дәуір жайлы сөз етті. Бұған дейін де Жолбарыс Батыр туралы көптеген деректердің көзі ашылып, кітаптар жазылған болатын. Ол кісінің абыздық деңгейге көтерілген ерекшелігін айтуымыз керек. Абыздық деген ол халықтың келешегіне, тағдырына шынайы жан ашитын, жана ашып қана қоймай, соған өзі белсене атсалысатын адамдарды айтқан. Енді айрықша бір тоқталатындығы, ол кісінің дипломаттығы, мәмілегерлігі, Қытай Халық Республикасына бүгінгі 2 мәрте дипломат ретінде барып, халыққа қатысты, жерге қатысты күрделі мәселелердің шешімін тауып келген. Жолбарыс Батыр 1671 жылы дүниеге келген. 15 жасынан жоңғарларға қарсы соғысқа қатысып, кейін ұлы жүз қолбасшыларының бірі болды. Жастайынан жорыққа араласады. Жоңғар шапқыншылығы кезінде талай мәрте қазақ әскеріне қолбасшылық етіп, жаудың бетін қайтарған. Ақтабан шұбырынды Алқакөл Сылама жылдары Іле мен Қаратал өзендері маңындағы ұрыстарға қатысып, ерлік көрсетті. Ел аузындағы аңыздарда ол денесіне жау қаруын дарытпаған батыр, әрі болашақты болжайтын сәуегей ретінде айтылады. Бар өмірін, елін, жерін жаудан қорғауға сарп етті. Деректерде қарақылды қақ жарған би ретінде де сипатталады. Бірнеше тіл білген шешен болған. 90 жасқа қараған шағында 1761 жылы көз жұмған. Бейіті Қаратал ауданындағы Кәлпи ауылының күншығысындағы үлкен қорымда. Оны 1996 жылы ұрпақтары тұрғызған. Ұлы жүзінде Жалайырдан тараған Жолбарыс бабамыз. Ұрпақтары, Жолбарыс бабамыздың ұрпақтары қазіргі ел жұрт танитындай ұрпақтары қазір өзіміздің Қазақстанда президент болып жатқан Қасым-Жомарт Тоқаев ағамыз. Сол кісі осы бабамыздың 5-ші ұрпағы болып келеді. Жолбарыс бабамыздың негізде 9 айлаған екен ол кісі. Ол кезінде Жолбарыс бабамыздың 15 баласы болады екен. Биыл бұл кесене ағымдағы жөндеуден өткізіледі. Жалпы облыста Батыр бабаның есімін ұлықтау мақсатындағы ауқымды іс-шаралар жетерлік. Өмір жолына арналған кітабы жарық көріп, қойылым сахналанады. Ал өңір орталығы Талдықорғанда дара тұлғаның ескерткіші қойылып, көшеге есімі беріледі. Осы туралы біршама жұмыстар жасалынады. Бүгінгі күнде жалпы мәдениет басқармасы тарапынан айтатын болсам, бұл кісіге ғылыми конференция және кітабы шығарылады. Бұл жердегі негізгі мақсат халықпен жұмыс жасау, идеология, ұрпақты тәрбиелеу, солардың санасына Жолбарыс деген кім, бұл кім болған, немен ерекшеленген, соны жеткізу. Әулие бір рудың адамы болған жоқ, ол бүткіл қазақ халқының мұң-мұқтажын жоқтаған адам. Сондықтан да бұған бүкіл ел атсалысады деген ойдамыз. Айта кетейік, мерейтойға байланысты қолға алынатын істердің барлығы облыс әкімінің қолдауымен жүзеге асатын болады. Намина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған.